Сәлем достар, 10 сынып Қазақстан тарихынан 90-дық жиынтық бағалауды талдайтын боламын. Мен сіздерге жақсы ақпараттар беріп, талдаулар жүргіземін. Сондықтан достар, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуларыңызды және тіркеліп кетулеріңізді өтінемін. Мәдениет, ғылым мен білімнің дамуы деген бөлімді талдайтын боламыз. Бұнда тексерілетін оқу мақсаты қазақ халқының дәстүрлі дүниетанымын анықтау, тарихи және мәдени ескерткіштерді зерттеу, ескерткіштерді классификациялау және кеңестік дәуірдегі Қазақстан Республикасындағы мәдениет саласындағы жаңа бағыттарды сипаттау, анықтау болып табылады. Бірінші тапсырма қазақ халқының дүниетанымының мағынасын танып, нақты мысал келтіреміз. Бұнда салт дәстүр, рәсім, әдет ғұрып, тіл берілген. Бұлардың мағынасын ашамыз және нақты дәлел келтіреміз. Әрбір халықтың өзінің салт дәстүрі болады. Әрбір халықтың салт дәстүрі ғасырлар бойы қалыптасады. Тіршілігіне байланысты, діні мен сеніміне байланысты, ұлттық құрылымына байланысты қалыптасатын ғұрыптардың жүйесі. Сол сияқты салт дәстүр бұл ұлт үшін өмірі болады, қоғамның заңы болып табылады. Себебі салт дәстүр адамның санасын, тәрбиесін, тағылымын қалыптастырады, яғни рухани байлық деп те атауға болады. Рәсім бұл символикалық мағынасы бар, әлдеқандай оқиғаларды немесе күнделікті мерекелеуге арналған әрекеттердің дәйектілігі. Мысалы, діни рәсімдер де бар. Бала дүниеге келгенде жасалынатын рәсімдер бар, шілдехана, ат қою, ал дүниеден қайтқаннан кейін жасалынатын рәсімдер бар. Бұлар жаңағы жаназа оқу, Құран оқу деген сияқты. Әдет ғұрып бұл да салт дәстүрменен байланысты. Белгілі бір ұлттың қоғамдық әлеуметтік ортасында қалыптасып, оның мүшелерінің мінез құлқын, тұрмыс тіршілігін бұлжымас қағидалар болып табылатын жөн жосық, жол жоралғы. Мысалы, қазақтарда ертеде мынандай дәстүр болған, әдет ғұрып болған. Мысалы, қазақтарға бір бейтаныс адам үйіне қонақ болып келсе, оны үй иесі міндетті түрде құрметтейді. Егер жаңағы келген қонақ үй иесіне риза болмаса, биге тіпті шағым да жасай алатын болған. Ал би ол адамға қонақжайлық әдет ғұрыпты бұзғаны үшін оған ат-тон айып та салған. Тіл халықтың ғасырлар бойы қалыптасқан дүниетаным мен салт дәстүрі, әдет ғұрыптары, тұрмыс тіршілігінің ерекшеліктері және өзіндік ойлау жүйесі, мінез құлқы мен іс-әрекеттерінің біркелкі сипаты болып табылады. Екінші тапсырма қазақ даласында орналасқан тарихи ескерткіштердің рухани өмірдегі маңызы тақырыбын бойынша ойымызды білдіреміз. Бұнда 4 кесене берілген: Ахмет Яссауи кесенесі, Бекет ата кесенесі, Айша биби кесенесі және Қарахан кесенелері. Бұл кесенелердің архитектуралық ерекшеліктерін жазамыз және осы архитектуралық құрылыстардың белгілерін сипаттаймыз, рухани мәдениетте алатын орнын көрсетуіміз керек және осы кесенелерді, яғни архитектуралық ескерткіштерді сақтап қалудың маңызы қандай, сол туралы өзіміздің пікіріміз жазамыз. Бұл архитектуралық ескерткіштердің барлығы біздің мақтанышымыз. Ахмет Яссауи кесенесі бұл Түркістан қаласында Әмір Темірдің бұйрығымен салынған кесене. Қожа Ахмет Яссауидің бейітінің басына 1396 жылдан 1404 жылға дейін салынған. Әмір Темірдің қайтыс болуына байланысты кесене бітпей қалған. Бекет ата кесенесі оңтүстік үстірттің Маңғыстау ойысына тірелген бір тұмсығының үзіліп қалған шоқысына қашалып жасалған. Бекет ата бұл батыр кісі болған, әулие болған, ағартушы, сәулетші болған адам. Бекет ата Оғыландыдағы өз мешітіне жерленген. Бекет атаның жаңа кесенесінде 3-4 қанат киіз үй көлемінде 3 бөлме бар. Сосын қыр басынан төмен қарай түсетін ғимаратқа дейін қиялап салынған жол сақталған. Айша биби кесенесі 11-12 ғасырларда салынған, жалпы ауданы 49,5 шаршы метр. Тараз қаласынан 18 шақырым жерде. Айша биби кесенесі Қарахан мемлекетінің сәулет өнерінің туындысы. Ал 11 ғасырда осы Қарахан мемлекетінің ханы Ша Махмуд Бұғыра Қарахан қабірінің басына салынған ескерткіш бұл Қарахан кесенесі. Кесене 19 ғасырдың 90 жылдарына дейін сақталған. 1905 жылы оның құлаған бөлігі түгелдей бұзылып, орнына 1906 жылы жаңа кесене салынды. 10-13 ғасырларда
түрлі архитектуралық құрылыстар салынды. Ислам дінінің нығаюына байланысты көбіне мешіттер және кесенелер салынды. Сондай-ақ моншалар салынды, үйлер, сарайлардың салынуында көруге болады. Бұлардың барлығынан ұлттық ерекшеліктерді байқауға болады және ұлттық үйлесімділікпенен шебер ұштастырып салды. Сондай-ақ енді бұл ескерткіштерді сақтап қалудың маңызы қандай? Себебі бұл біздің тарихымыз. Осы жерде біздің ата-бабаларымыз өмір сүрді және солардан қалған мұра болып табылады. Үшінші тапсырма – кеңестік дәуірдегі қазақ мәдениеті. Қазақ музыка өнерінде Бибігүл Төлегенова, Роза Бағланова, Ермек Серкебаев, Кәукен Кенжетаев сияқты тұлғалар болды. Ал жаңалық, сол кездегі музыка өнерінің жаңалығына келетін болсақ, қазақ мемлекеттік хор капелласы құрылды. Қазақ КСР мемлекеттік ән-би ансамблі жастар мен студенттердің дүниежүзілік алтыншы фестивалінің лауреаты атанды. Театр өнерінде Мұқан Төлебаевты, Қожамияровты, Брусиловскийді айтуға болады. Мұқан Төлебаевтың Біржан Сара операсы 1946 жылы жарыққа шығып, 49 жылы мемлекеттік сыйлыққа ұсынылды. Сондай-ақ 1952 жылы Абай драмасы қойылды драма театрында. КСР мемлекеттік сыйлығына ұсынылды. Қазақтың бейнелеу өнерінде Телжановты, Мәмбеевті, Кенбаевтың шығармаларын атауға болады. Ал кинематография саласында режиссерлар Шәкен Айманов, Қожықов, актерлар Әшімов, Ноғайбаев, Молдабеков, Өмірзақоваларды атаймыз. Атаманның ақыры және Қыз жібек деген фильмдер шығарылды. Бұл халықтың ілтипатына бөленген фильмдар болды. Төртінші тапсырма – ұлттық жаңғыру кезеңінде Қазақстанның мәдениет саласының дамуы жоғарғы деңгейде пікірімен қаншалықты келісесіз? Өз көзқарасыңызға 3 дәлел келтіре отырып қорытынды жасаңыз. Өзіңіздің көзқарастарыңызды жазаңыз. Менің енді айтпағым, бұл кезде Досмұқасан ансамблі, Роза Рымбаева сияқты әншілер халықаралық сайыстарда лауреат атанды. Сондай-ақ кино өнерінде де өзіндік қолтаңбасы бар адам жаңа ұрпақ келіп жетілді. Мысалы, қазақ-американ кинематографистерінің жасалуыменен Көшпенділер кинофильмі түсірілді. Сондай-ақ Алматыда Тәуелсіздік монументі ашылды. Астанада Кенесары, Абылай хан ескерткіштері ашылды, яғни архитектура, өнер, музыкалар жанданды. Бесінші тапсырма – төменде берілген шығармаларды жанры бойынша кестеге орналастыру. Бұнда жазушылардың шығармаларының атауы берілген. Оны тарихи роман жанры ма, шағын психологиялық проза, балалар әдебиеті ме және орыс тілінде жазатын жазушыларға бөліп берген. Осыны орналастырамыз. Мұқановтың, Нұрпейісовтың, Мүсіреповтің шығармалары тарихи роман, Қадыр Мырзалы менен Мақатаевтың балалар әдебиетіне жатады. Орыс тілінде жазатын жазушылар бұлар Домбровский менен Шухов шығармалары. Достар, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мен сіздерге бұдан кейін де білім беретін жақсы контент түсіретін боламын.